Көркейтілген аула көңілден шықпады. 21-ші ықшам ауданының тұрғындары 2011 жылдан бері аулаларының жөндеуден өткенін тағатсыз күткен болатын. Өткен жылы 100 аула бағдарламасының аясында бұл жерде абаттандыру жұмыстары жүргізілді. Десе де бүгінде тұрғындар әкімшілікке алғыс айтуға негіз жоқ дейді. Мәселенің мән-жайын тілшіміз біліп көрді. Пришахтинскіде орналасқан бұл ауланы өткен жылы қыруар қаржы жұмсалып көркейтілді деп ауыз толтырып айту қиынға соғады. Жол жиектері сын көтермейтін жағдайда. Шашылып жатқан бұл ауланы қалыпқа келтірмей тек тар тротуарлар ғана жасай салған. Ал ауланы жарықтандыру жұмыстары мүлде жүргізілмепті. Освещение у нас установили. Бұл көп қабатты үйді жарықтандыруға 2 бағана ғана орнатты. Бұл аз, ең құрмағында 3 орнатса жақсы болар еді. Ал ауланы кесіп өтетін тротуар мүлдем жарықтандырылған жоқ. Түнде бұл жермен жүру қорқынышты. Олар тек біздің аулаға ақша үнемдеген сияқты. Бұлай жасауға болмайды ғой. Жөндеу жұмыстары өткен жылдың қараша айында аяқталыпты, алайда тротуардың қыш тақтайшалары ұзаққа шыдамай шашылып қалған. Сонымен қатар тұрғындар мердігерлер неліктен қоқыс контейнеріне апаратын жол салмады деген сауалға бас қатырып жүр. Алайда жөндеу жүргізгендердің асфальтта қоқыс жәшіктері түгіл ауланың өзіне толық жетпегенін байқау қиын емес. Жөндеу жүргізгендер құрылыс қалдықтарында шығарып әуре болмаған. Қалған құм, асфальт қалдықтарын балалар ойнайтын жерге жая салған. Бүгінде ойын алаңы жоқ бүлдіршіндер құрылыс материалдарымен ойнап жүр. Тұрғындар мердігерлер қалталарын қампайтып, қажетті істерін соңына дейін жеткізбей кетпес үшін құзырлы органдарға бірнеше рет хат жазыпты. Алайда жауап жоқ. Қыс ерте басталып кеткен соң жұмыстар аяқсыз қалды. Дегенмен мен бұл жердің жұмысы әлі қабылданбағанын тұрғындарға жеткізгім келеді. Әлі актқа қол қойылған жоқ. Біз әлі бұл жерлерге барып мердігерлердің жұмысты соңына дейін жеткізуін қадағалайтын боламыз. Мұндай жұмыс аяқталмаған 3 аула бар. Аудандық әкімдіктің көркейту бөлімінің басшысы олқылықты ретке келтіреміз деп отыр. Жұмыстар аяқталған соң біздің түсірілім тобын шақыруға сөз берді. Аян Алматылы, Ержан Алипов, Наталья Зайц, 5-ші арна.